Айлардың сұлтаны Рамазан айында ауызашар беру үлкен сауапты іс саналмақ. Бұл ізгілікті қасиетті істен ұстаздар қауымы да шет қалып жатқан жоқ. Қаламыздағы Жұмабек Тәшенов университеті басшылығының ұйымдастыруымен қалалық орталық мешітте ораза ұстаған жандар мен қала тұрғындарына ауызашар ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесім Тарқатов айтады. Рамазан мейірім айы, бұлайда жақсылық амалдар көбірек атқарылуына атсалысып жүрген университет басшылығы ораза ұстаған ұстаздар мен студенттерге рухани кеш ұйымдастырды. Арнайы шақырылған білікті имамдар Рамазан қасиеті мен маңызы, Рамазанда тақуалыққа жетудің жолдары, Рамазандағы нәпсі тәрбиесі, Рамазан және ысырап жайында сөз қозғады. Қасиетті күн ауызашар өтіп жатыр. Аспаңыздар, әңгіме айтыңыздар, шай ішіңіздер. Егер пікірлеріңіз болса, пікірді айтуға болады. Күнде басымызды қосып отырғанымыз жоқ қой, солай ғой. Қазір бар жерде ауызашар болып жатыр. Көп әріптестер, ораза тұтқан әріптестер ауылдарына қайтты дегендей-ақ барып, Құран оқыту керек, ауызашар беру керек дегендей-ақ. Бәрін түсінеміз. Бірақ сіздер соның бәріне мойын бұрмай, осы жерге келгендеріңізді мен өте құрмет тұтамын. Үлкен рахмет. Университетіміздің директорлар кеңесінің төрағасы академик Оңалбай Аяшұлының бастамасыменен, сол кісінің арнайы ниет етуімен Ташенов университет ұжымындағы ауыз бекіткен кісілердің ұжымға, қызметкерлерге, және де ауыз бекіткен студенттерге, және де осы орталық мешіт, ақ мешіттің жамағатына, астыңғы бірінші қабатта жамағатқа дастархан жайылып жатыр. Сондықтан ниет етіп осы кісілерге аузын ашып беру мақсатында іс-шара өтіп жатқан жағдай бар. Бұл іс-шара жылда жалғасын табады. Ташенов университетінің ұжымы осы іс-шараны өткен жылда өткізген болатын, алдағы уақытта да өткізетін болады. Сондықтан да мынау қазақ еліне, жерімізге амандық тілейміз. Мынау қасиетті биылғы Наурыздың ерекшелігі қасиетті Рамазан айына тура келді. Және де Наурыз мерекесінің өзі кеше жұмаға келді. Бұны халқымыз жақсы ырымға балап жатыр. Қасиетті айға келуі, жұмаға келуі ел үшін, халық үшін қайырымды болады ғой деп. Сондықтан да елімізге құт алып келсін Наурыз. Айта кетейік, іс-шара университет қабырғасында жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Ал жауаптылардың мәліметінше мұндай сауапты амалдар алдағы уақытта да жалғасын табады деп күтілуде. Құрметті әріптестер, мынау ауыз бекітіп, ауызашарда тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. 30 күн оразадағы тілеген тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын. Енді өздеріңізге белгілі, кеше 20 наурыз күні Жұмабек Ахметұлы Тәшенов ағамыздың, біздің университетіміздің атындағы ағамыздың туылған күні болды. Енді Құда қаласа осы наурыз мерекесі біздер үшін өте бір керемет қуанышты күндермен сәйкес келіп жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Мынау 30 күн оразада тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Біріншіден мына келіп жеткен Рамазан айы баршаңызға құтты болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Міне осындай халықты жинап, солардың алғысын, батасын алып жатқан Оңалбай Аяшұлына алғысымызды білдіреміз. Және де осы жерге келіп жатқан барша ұжымдарға, сол Ташенов университетінің ұжымына ниеттері қабыл болсын, оларға алғысымызды білдіреміз. Қасиетті айда ораза ұстаған жандар бір-бірін ауызашарға шақырысып, сауап жинауға тырысады. Бүгінде бұл дәстүр бір шаңырақ астындағы шағын басқосудан көпшілік іс-шараға айналып келеді. Оңтүстік өңірінің бас орталық мешіті, ақ мешітте керемет ауызашар шарасы өтіп жатыр. Ол маңызды шараның басқасында ұйымдастырып отырған елімізге белгілі меценат, үлкен ағартушы, ғалым, академик, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Оңалбай Аяшұлы. Негізі біз бұл кісіні ірі таутылғаны көптеген ізгі істердің, мынау өңіріміздегі ірі оқу орындарында басшылық қызметімен